уақытпен сүрленген. Қимай тағам өте сыйлы қонақтарға берілген. Бұны мынау ағайын туыстардың арасында өкпелеп жүрген туысқандарды татуластыру мақсатында ұсынады. Дәуірлер қазанында қайнаған. Оған бізге керегі сары май, сүт, сөк керек. Өкпе сүт біздің дәстүрлі тағамымыздың бірі, қазіргі таңда жойылып кеткен. Көне рецепттер. Бұл біздің көшпенді халықтың тұрмысына тән. Ғасырлар аманатын арқалап, бүгінге жеткен. Бала кезімізде аналарымыздан көріп өстік. Енді қазіргі таңда сол әжелеріміздің дәстүрлерін жоғалтпас үшін талқан тамағын біз жасап жүреміз. Ұлттық тағамдар. Ең бірінші сол ертеден келе жатқан құндылығымыз, біз соны сақтап қалуымыз керек деп ойлаймын. Дала дәмі. Біздің ата-бабамыз о басынан киелі санаған тоқтылардың етін жеген адам ауыр кісілерге шипа болсын деп берген. Әр сенбі Қазақстан телеарнасында.